Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Кейде балалардың қатыгездігі жан түршіктіреді Тоқаев. Ұрпақ тәрбиесіне ықпал ететін шараларға баса мән беруіміз керек. Бұл салада кемшіліктер көп екенін жасырын емес. Мектептегі тәрбие жұмысы ақсап жүр. Соңғы кезде оқушылардың бір-біріне қысым, зорлық-зомбылық әлімжетті көрсету жиі болып кетті. Оны тіпті бейнезаписқа түсіріп, әлеуметтік желіге салу сәнге айналды. Кейде балалардың қатыгездігі жан түршіктіреді. Отбасындағы зорлық-зомбылық қоғамдағы тағы бір келеңсіз және де өзекті мәселе болып тұр. Мұндай заңсыз әрекет жасағандар міндетті түрде заң аясында тиісті жазасын алуы керек. Еліміздің болашағы отбасында қалыптасады. Ал отбасы бақытты болса, еліміздің келешегі де жарқын болады, дейді президент ұлттық құрылтайда. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.